Сәлем баршаңызға, сіздермен Бибінұр Хамитқызы. Бүгін мен өте дәмді, керемет салаттың дайындау жолымен бөлісемін. Каналға тіркеліп, пальчикті жоғары қарай басып, мені қолдап отырыңыздар. Барлық қажетті ингредиенттерді мен описаниеге жазып қоямын. Әуелі сиырдың жұмсақ етін соломка етіп турап, майға қуырамыз. Етіміз жан-жағынан қызарып, майға қыздырылуы қажет. Тәтті болгар бұрышын, немесе светофор деп те айтады, соломка етіп тураймыз. Видеодағыдай. Қуырылып жатқан етімізге оралайық, осылай қызарғанша қуырамыз. Етімізге 2 зубчик чеснок қосамыз, теркадан өткіземіз, видеодағыдай. Дәміне қарай тұз себеміз, және де 3 ас қасық соя тұздығын қосамыз, яғни соевый соус. Мұқият араластырамыз, сәл қуырамыз. Өте дәмді, хош иісі керемет болады. Кейін үстіне су құямыз, етіміз батып тұратындай, сол суымыз сарқылғанша әбден боқтырып пісіреміз. Етіміз пісіп жатқан уақытта біздер майға болгар бұрышын қуырамыз. Болгар бұрышына 1 ас қасық қант қосамыз. Сонда дәмі өте пикантный, керемет болады. Бұл біздің секретный ингредиентіміз. Әдетте болгар бұрышын ұнатпайтындар, дәл осылай дайындасаңыз, сіздің салаттан болгар бұрышын теріп жейтін болады. Аса қатты езілгенше емес, сәл жұмсарғанша қуырамыз. Ары қарай біздер тұздалған қиярды соломка етіп тураймыз. Тұздалған қияр болмаса, орнына корнишон алуға болады дүкеннің. Біздің қайнап жатқан етімізге назар салып жіберейік. Сәл араластырамыз, мінекей осылай піседі. Етіңіз жұмсарғанша пісіріңіз. Шамамен сағат жарым көлемінде етіміздің сорпасы сарқылады. Дайын болған етіміздің үстіне жартылай колечко етіп туралған қызыл пиязды саламыз. Кішкене ғана қуырып жібереміз етпен бірге. Ештеңені айналдырмай сіздерге сол күйінде көрсетіп отырмын. Дәл осы видеодағыдай сәл араластыра отырып, пиязымызды кішкене ашшылығын кетіріп аламыз. Сәл қуырған кезде ашшылығы кетеді пияздың. Отымызды сөндіреміз. Отымызды сөндіргеннен кейін болгар бұрышын дайын болған, кейін тұздалған қиярымызды және свежий қиярды да қосамыз. Свежий қиярдың қабығын ашыдым.
түсінбей қалмаңыздар. Және сәл араластырамыз да кейін дайын болған салатымызға 2 зубчик чеснок және 1 ас қасық соя тұздығын қосамыз. Бұл жолы байқағандарыңызда ешқандай да қуыру болмайды. Шик чеснок және 1 ас қасық соя тұздығын қосамыз. Салатымыз дайын. Осы күйінде араластырамыз. Дайын болған салатты дастарханға бірден жылы күйінде, я болмаса тоңазытқышқа салып салқындай ұсынсаңыз өте дәмді болады. Үй үшін қонағыңызды қуантыңыздар. Егер де дайындалу әдісі, рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, пальчикті жоғары қарай басып, мені қолдауды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.